Русияда тутылган сиясий мабюс Украиналы Станислав Клыхка адвокат көрсетілді деп білдіре Русия укук корчалайчысы Татьяна Шчур. Адвокат Роман Качанов соңки еллары Клых иле анасындан гайры жам тышында конушкан екене кишидир. 3 саат девамында олар лаф етті. Качанов сиясий мабюстың беденінде түзелген бір чоқ ярасының фотосыны чыгарды. Кайдеткені ки бу яралар ишкенже излерini аңдыра. Бұның иле адвокат Украинаның рухи саглыгы боюнча касебетini билдирди. Чеченстан юқары махкемесі 2016 сенесі майыс айында Станислав Клыхны 20 йыллык апыз жазасына махкум еткен еді. О, бірінші Чеченстан женки вақтында Русия ордусына қаршы женклешкенінде қабатланыла. Клых қабатыны танымай, әмде ишкенже тесір алтында шатлық еткенini білдіре. Şimdi о Челябинск вилаятының апсханесінде ята. Мемориал Русия укук корчалав тешкилаты Клыхны сиясий мабюс олаrak таныды.